Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше шынжыр құрағын құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Құрағымызға қажетті маталар мен өлшемдер. Көлемі 5x5 болатын жасыл матамыздан 9 штук. Және де көлемі 5x5 болатын сары матамыздан 18 штук керек. Бұның 9-ның арты осылай сызылған, және 9-ның арты сызылмаған болады. Мен сразу осылай сызып дайындап алып жатырмын. Және де көлемі 5x5 болатын қызыл матамыздан 18 штук қажет. Бұның да 9-ның арты сызылмаған, 9-ның арты осылай сызылған. Және де көлемі 5x13 болатын сары матамыздан 9 штук қажет. Мінекей осындай. Және де дәл осындай көлемде қызыл матамыздан 9 штук қажет болады. Бұның көлемі 5x13. Сонымен қоса көлемі 13x13 болатын ақ матамыздан 9 штук қажет болады. Енді біздерге осы маталардан екі түрлі блок құрауымыз қажет болады. Енді осы екі блокқа қажетті маталарды шығарып аламын. Барлығынан бір штуктан алып аламын. Ақ матамыздан біреу, қызылдан біреу, арты сызылғанынан біреу, сызылмағанынан біреуін аламын. Және де сары шаршымыздан да арты сызылғаны біреу, арты сызылмаған біреуін алатын боламын. Және де жасылдан біреуін аламын. Және де қызыл және сарыдан да бір-бірден аламын. Енді осылардан екі түрлі блок шығаруым қажет. Барлығын бірдей қылып тігеміз. Сіздерге бір штугын көрсетемін. Қалай тігілу жолын. Қалғанның барлығын солай тігіп шығасыздар. Ең алдымен мінекей осындай арты сызылған қызыл және сары матамызды аламыз, және де ақ матамызды аламыз. Енді осының тігіне мән беріп, тігін төмен қаратып, бір бұрышына сары матамызды орналастырамыз. Осылай бір бұрышына сары матамызды орналастырамыз. Осыған қарама қарсы бұрышқа қызыл матамызды орналастырамыз. Осылай. Енді осыны тігіп шығатын боламыз. Және де артық маталарын қиып алып тастаймыз. Бұл бірінші блогымыз біздің. Мінекей біздің бірінші блогымыз дайын болды. Дәл осындай 9 штук шығуы қажет. Менің жағдайымда. Сіздер өздеріңізге қажетті блокты осылай дайындап аласыздар. Өздеріңіздің көлемдеріңізге байланысты. Енді екінші блогымызға кірсеміз. Ол үшін мінекей осыларды осылай қоямыз. Мінекей. Және де ең бірінші осы кішкентай төрт бұрыштарымызды бір-біріне біріктіріп тігіп алатын боламыз. Тігіне мән береміз. Тігін төмен қаратып, жасылды ортасына қойып, екі шетіне, бір шетіне қызылды, бір шетіне сарыны қойып, осылай тігіп шығатын боламыз. Мінекей. Мінекей тігіп алдық. Енді осыған қызыл және сары матамызды қойып тігеміз. Менің орналастырғаныма мән беріңіздер. Мінекей жоғарғы жағына сарысын, төменгі жағына
қызылын қойдым, маған қарап тұрған жағы. Ал сіздерге қарап тұрған жағы, жоғарғы жағы қызыл, төменгі жағы сары болып тұр. Мінекей, осылай енді тігіп шығатын боламыз. Осыған мықтап мән береміз. Мінекей, тігіп алдық. Дәл осындай 9 штук шығуы қажет. Блоктарымызды тігіп, өтектеп алатын боламыз. Мінекей, осындай болып шығуы қажет. Мінекей, менің блоктарым дайын. Әрқайсынан 9-9-дан. Енді осыларды орналастырамыз. Мінекей, бірінші ең алдымен осы блоктарымызды мен қойып аламын. 3-3-тен 3 рядқа қойып шығамын. Мінекей, блоктарды қою ретін анықтап қарап алыңыздар. Енді осының ортасына екінші блогымды қоямын. Мінекей, сары мен сары, мінекей, қызыл мен қызыл келіп тұр. Дәл осылай 4 блокты ортасына қойып шығамын. Мінекей, екіншісі кетті, мінекей. Сары мен сары, қызыл мен қызыл келіп тұр. Үшінші блогымды қоямын, және 4-ші блогымды қоямын. Мінекей, қойдым. Қарап тұрсаңыздар, шынжыр сияқты айналып тұр. Енді осының жан-жағы 4 бұрышты болу үшін, мінекей, осындай екеуін алып, осы 2 блокты алып, қақ ортасынан осылай, мінекей, сызып қиып аламын. Сіздерге мына жерге көрсетейін. Дәл ортасынан сызып, мінекей, осыны қиып аламын. Бұны 2 жанына қоятын боламын. Мінекей, қиып дайындап алдық. Енді осыны осылай қоямыз. Мінекей, қызылды бір бұрышына, және де сарыны екінші бұрышына қоямыз. Ортасындағы блогымыз қалай жатыр, сол дәл солай қоямыз. Тек жартысы. Енді екінші, мінекей, осындай тағы екеуін алып, мінекей, осының енді жаңа ортасынан сызсақ, ақтың дәл. Енді бұны қарама-қарсы қылып сызамыз. Бұл және жоғарғы және төменгі жанына кететін болады. Мінекей, дәл осылай сызамыз. Мінекей, сіздерге сызып қиып көрсететін боламын. Мінекей, сызып қиып алдық. Енді осыны орналастырамыз. Мінекей, мынаның жартысы, міне көріп тұрсаңыздар. Осыны қарама-қарсы жағына қарай жібереміз. Біздің блогымыз қалай жатыр, дәл солай қоямыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Екіншісін соған қарсы жағына қоямыз.
осыған мән беріп қараймыз. Бәрі түсінікті құраған кезде. Енді бізде төртбұрышы қалды. Ол үшін біздер бір блогымызды алып, осыны осылай және осылай сызып қиып аламыз. Блогымызды төртке қиып алдық. Мен сіздерге мына жерге қойып көрсетейін. Бір блоктың үстіне қойып осылай көрсетейін. Қалай орналасып тұрған, қалай қиғанымызды. Осылай біз төртке қиып алдық. Енді осыны орналастыру реті. Бұлда да қарама қарсы кетеді. Осылай бірінші бұрышқа кетсе, екіншісіне мынау қарама қарсы бұрышына қарай, көрдіңіз бе? Айқасып тұр. Айқасып кетіп тұр. Қарама қарсы бұрышына орналастырамыз осылай. Осыны мына бұрышына, мына жерде видеоға сыймай қалып тұр. Камерам кіттай болып. Осылай қарама қарсы бұрышына кетіп тұр. Түсіндіңіздер ғой? Сіздерге тағы да асықпай бір рет тағы да көрсетіп жіберемін. Мынауысы мына бұрышқа, мынауысы соған қарама қарсы бұрышқа кетеді. Көрдіңіздер ме? Екіншісі қарсы бұрышқа кетсе, мынаяққа қарай. Ендігісі мынаяқ бұрышына қарай кетеді, көрдіңіздер, қарсы бұрышына қарай. Енді бұл құрағымыздың біріктіру ретіне келетін болсақ, осылай бір бұрышын осылай біріктіріп аламыз. Бұда қиғаш біріктіріледі, көрдіңіздер ғой? Осылай қиғаш лента қылып, полоска қылып біріктіріп аламыз әрқайсысын, және де сосын өзара біріктіретін боламыз осыларды. Осылай біріктіріп аламыз, қиғашынан біріктіретін боламыз бұны. Қазір тігу барысында көресіздер. Мен осылай әрқайсысын жеке-жеке жинап алдым тігу үшін. Сіздер шатаспас үшін ортасын булавкамен қыстырып алсаңыздар болады. Міне бір бұрышын сіздерге көрсетіп жатырмын. Қалай біріктіретін мән беріп қарап отырыңыздар. Ендігі екінші полоскамызды біріктіреміз. Және де осыларды өзара біріктіретін боламыз және де.
Құрағымызды тігіп болғаннан кейін тігістерінің өтекпен өтектеп бастырып алатын боламыз. Өтектелген құрақ өте әдемі көрінеді. Мінекей менің құрағым дайын болды. Ерекше шынжыр құрағы шықты. Өте әдемі. Түстері бір-біріне үйлесіп тұр. Әп-әдемі болып шықты. Менің құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Мені қолдап кетіңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.